адамның иммунитетінің қалыптасуына не нәрсе әсер етеді? Жалпы иммунитеттің қалыптасуына әсер ететін көбінесе осы 4 нәрсе. Ең біріншісі дұрыс ұйқы, яғни 8 сағаттық 6 сағат арасындағы дұрыс ұйқы. Ұйқы тікелей иммунитеттердің ішінде, яғни Т лимфоцитке әсер етіп отырады. Яғни адамның демалуы, жалпы бір сәт уақытта тынығуы, және де мысалы ғалымдарымыздың өзінде де, қазіргі мамандардың өзі де кітап оқу кезінде мысалы 25 минут оқып, 5 минут демалып отырады. Бұл нені көрсетеді? Адам миға нагрузка салған кезде, және кітап оқыған кезде адамда біршама токсиндер шығады. Ал адам біршама уақыт немесе 5 минут, 3 минут демалған кезде токсиндер жойылады. Және сол үшін ұйқыны басты назарда ұстағандарыңыз жөн. Ал енді келесі әсер ететін иммунитетке не нәрсе? Әрине дұрыс тамақтану. Мысалы, майлы тағамдарды болсын, жалпы тәтті тағамдар болсын, жалпы қандай тағамдар айтатын болсақ тағы да, құрамында ащы тағамдар болсын, жалпы әрқайсысы әртүрлі адамға нормада керек. Мысалы, майлыны мүлде жемеймін, тәттіні мүлде жемеймін. Тәттінің де, майлының да адамның организмде атқаратын қызметтері бар. Және оны тек қана нормада ұстап жеу. Мәселен, таңертең су тұрған кезде бірден адам не үшін су ішу керек осы тамақтанумен байланысты? Әрине, біріншіден асқазан тоже өз жұмысына дайындалады, кәдімгідей, және кешегі күннен қалған шлактарды ішек арқылы айдап сыртқа шығарады. Сол үшін тамақтанудың басты назарда ұстағандарыңыз жөн. Яғни күнде 5 мезгіл тамақтану, әсіресе тамақтану кезінде асқазанның 3-тен 1 бөлігі судан, ауадан, тағамнан деп айтылады. Осының барлығы дұрыс тамақтанудың кестесін құрастырып алған жөн. Келесі, қимыл қозғалыс. Әрине, мәселен, қимыл қозғалыс, жалпы адамдардың көптеп тамақ ішіп, қимыл қозғалыстың мүлде болмауынан көптеген аурулар туындап отыр. Әсіресе семіз адамдардың ауруға бейім келетіндігі айтпаса да белгілі. Соның ішінде қимыл қозғалыстың аздығынан әсіресе инсульт, инфаркт секілді аурулардың да осының әсер ететіні белгілі. Жалпы адамның сосудтары, білесіздер, қан айналым жүргеннен кейін ол жерде холестериндердің өзі жақсы, жаман деп бөлінеді. Мысалы, жаман холестериндердің осы адамның қимыл қозғалысы аздығы себепті, көп тамақ ішіп аздығы себепті сосудтарға жиналу нәтижесінде түрлі аурулар пайда болады. Ал енді үшеу кетті жалпы. Енді төртіншісі, кейбір адамдар бар жалпы қанша мысалы витаминдер қабылдайды, залға барып спортпен айналысады, тағы да не істейді, мысалы демалу жағынан дұрыс, бірақ көптеген аурулар сол адамда кездесіп жатады. Ол әрине психологиясы адамның. Ол қалай? Ол адам 12 сағат бойы күнделікті, немесе 15 сағат бойы, немесе күнделікті стресс үстінде, күйзеліс үстінде, ашу үстінде жүретін болғандықтан, ол адам тіпті ауруға бейім болып келеді. Яғни осында стресс, күйзеліс жағдайлары адамның иммунитетін бірден төмендетіп жібереді. Және осы нәрселердің адамда қалай қалыптасып отыруы, қалай күнделікті нормада отыру адамның иммунитетін қалыптастырып, ары қарай дамытып жүргізіп отырады. Мысалы, бір адамның мысалы вирус кезінде де адамның мысалы 5 адамның ішінде 2-еуі ауырмай қалуы, 1-еуі ауырмай қалуы, басқаларының ауруы осы адамның иммунитеттің жалпы ауруларға қарсы тұру әсері, және түрлі факторларға, түрлі сыртқы факторларға оның қарсы тұру реакциясы жалпы. Видео ұнаған болса лайк басыңыз.